Allahu Akbar, Allahu Akbar. Аллах Тағала келесі аятында сол мүшриктердің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипатына қатысты күдіктер жасайды. Яғни бұқаралық ақпаратта да білім болмағаннан кейін, бұған дейін ешқандай кітап түспегеннен кейін ол жерге пайғамбарымызға дейін де ешқандай ескертуші жіберілмеген еді меккелік жұртқа. Сонда олар мынандай сөзді айтты: «Уақулу мали хазар расул». Бұл қандай елші деді. Қоғамға барып күдік таратады. Сол күдік салынғанға дейін ол адамдардың санасында ол күдік болмайды. Олар барады да сол күдікті салады. Сосын ол күдікті салып атқан кезде кім қабылдағысы келеді, сол ғана қабылдайды оны негізі. Көрдіңіз ғой? Егер біреу ойланып, мүмкін емес деп айтқысы келсе, еркі бар, Алла Тағала ақыл берген оған. Бірақ адамдардың көбісі ойланбай, жаңағы не болса соны жаңағы айтқанға ере беретін болып қалғанда. Міне олар келіп айтады: бұл қалай елші болады? Бұл қандай елші? Түсінбейміз. Елші деген біздің түсінігімізде бұндай емес. Бұған қарасақ, якулут тағама, бұл тамақ жейді, су ішеді, жеп ішеді, біз сияқты жеп ішеді. Мүмкін емес адамның елші болуы. Қараңыз, қандай қарапайым жерден күдікті ойлап шығарады. Біреу шында ойланып қалуы мүмкін, шында да я деп мысалы. Уаямши фил асвақ, сол секілді ол базарларда жүреді, яғни ризық іздейді. Базарларда жүріп ризық іздейді. Негізі оған ризық үстіңгі жақтан түсіп тұру керек қой, елші болса. Осындай қарапайым нәрсемен адамдарды шатыстырып жіберсе болады екен. Күдік салып жіберсе болады екен. Сондықтан күдік деген нәрсенің қауіпті нәрсе екендігін көрсетіп отыр Алла Тағала. Әр істе ойланып ал. Лаула унзила илейхи малак. Біріншісі бұл жеп ішеді, екіншіден бұл базарларда жүріп ризық іздейді, яғни кәсіп, жұмыспен айналысады. Үшіншіден, неге бұған бір періште түспеді? Неге бұған періште түспеді? Сөйтіп ол періште бұның қасында бірге жүріп, неге онымен бірге ескертуші болмады? Осындай нәрселерді шығарып қоядылар. Қоғамға сақ қояды да, халықты шатыстырып отырады. Келесі күдіктері сепкен. Ау юлқа илейхи канзун. Базарда жүргенше неге оған бір үлкен қазына түсе салмады? Алла Тағаласы тарапынан егер елші болса. Неге қазына түсе салмайды оған? Ау такун алаху жанна. Немесе неге бұның бір бақшасы жоқ? Арнайы бір керемет бақшасы жоқ. Біздікінен ерекшеленіп тұрған бір бақшасы неге болмайды оның? Сосын сол бақшасынан барып, әртүрлі жемістерінен жеп жүрсе ол. Міне осындай, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қарсы жаңағы күпірлік әрекетіндегі құрмет жамағат мекерлік құлықтарының бірі осындай күдік себуді. Сосын қоғамға адамзатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы адамның арасында жүрген кезде олар да мына адамдарды өздеріне қарай қаратқасы келеді да, Аллаға қарай бергісі келмейді. Сол адамдарды өз жағына тарту үшін сондай күдіктерді себеді. Сосын сол адамдарға Алланың шарттарымен бірге біздің де шарттарымыз бар деген нәрсені әкелгісі келеді қоғамға. Біздің шарттарымызда елші деген ол тамақ ішіп жемеу керек. Көріңіз қалай келтіріп отыр олар. Біздің шарттарымызда дейді, ол тамақ ішпеу керек. Ол базарларда жүріп еңбек етпеу керек. Оның қазынасы түсіп тұру керек. Оның бір керемет сарқылмайтын бақшасы болу керек.
сол жерде ризығы ертелі кеш үзілмей келіп тұру керек. Сондай ақ бұның қасында бір періште жүру керек. Міне егер осы нәрселер болса, біз сенер едік қой деп халықтың алдында өздерін естиді. Сол кезде халықтың ішінде кімге Алла тағала тура жол қаласа, үнсіз қалып пайғамбарымызға деген адалдығын сақтап, ал кімге Алла тағала адасуды қаласа, осы күдікпен адасып кетеді екен. Алла мұқтаж еместігін көрсетеді. Бір мысал, бір масаның өзін Бақара сүресінде мысалға келтіргенде Алла тағала, бір масаны мысалға келтіргенде қоғамға шығып, жаңаға дөкейлер айтады, бұл масаны неме деген мысалға келтіреді Алла тағала бізге. Маса көрмеп пе едік дегендей. Сонда Алла тағала бұл масаны келтірудегі себеп дейді. Осы маса туралы айтылған аятқа мүминдер Субханалла, я Алла, қандай пәксің деумен тура жол тапты дейді. Қараңыз қалай келтіреді. Ал кім, бұл неме неге айтылды бұл маса дегендер адасып кетті дейді, болды. Бір маса туралы аятпен қаласа адам адасып кетеді. Сол сияқты бұлар, құрметті жамағат, күдік сеуіп жатқан адамдар еді, міне қараңыздар. Сосын олар бұқаралық халыққа, бұқараға былай деп айтады. Вақол аз-залимуна, күллі нығметіме әділетсіз болғандар дейді. Мен асырап жатырмын, мен беріп жатырмын, менікінен жеп жатыр, менікінен киініп жатыр. Қараңыздар. Сосын маған қарсы сөз сөйлейді. Бұндай адамдарды әділетсіз деп атайды екен Құран. Алланыкін аласың, күллісі Алланыкі. Сосын Аллаға қарсы сөйлейсің. Әділетсіздер дейді Алла тағала бірден болды. Әділетсіздер, қиянатшылдар деген сөзде кіреді. Қиянатшылдар. Сатқын деген мағынада кіреді бір жерге, құрметті жамағат. Сатқын. Аллаға деген, Алланың нығметін күпірлікке сатқандар деп аталады. Көріңіз ғой. Солар айтты дейді. Анау бұқараға. Ин таттабиғуна илля раджулан масхура. Ей халайық, егер Мұхаммедке еретін болсаңдар, саллаллаху алейхи ва саллям, сендер тек қана сиқырланған бір адамға еріп жүрсіңдер. Сиқырланған деп. Сол жерде кейбіреулерінің жаңағы желаниясы қайтып кетуі мүмкін. Болды. Бұқаралық ақпарат деген нәрсе, ақпараттық соғыс деген сол үшін айтылады ол. Сіз ғой. Мысалы, сенің физикаң Қазақстанда, өзіңнің үйіңде, физикаңда, малың қасыңда бәрін. Бірақ сенің санаңда интернеттегі бір нәрсе билеп отыруы мүмкін. Шындап келген кезде, кейде сен соны болып қалуымыз мүмкінбіз. Олай болса, сананы билесе, өз жеріңде сондай бір жаңа өмір сүріп жатқан нәрсеңде, ол сен жаңағы сол жерге берілгенмін немесе адалмын деген нәрсе шықпайды ол жерде. Сен санаңды билеп отыр ғой. Сана деген нәрсе бар да. Сол бұқаралық ақпараттық соғыс деген нәрсе осы мүшриктердің өте қатты іске қойған нәрсесі. 13 жыл бойы осыны істетті олар. 13 жыл бойы осыны істетті. Кешегі ана Эфиопияға көшкендерде де артынан барып, соны ананы бұзып, Эфиопияның жаңағы патшаларын оларға қарсы қойып мұсылмандарға дегендей. Әйтеуір шама келгенше босатпау керек бұларды осындай жағдайда.